46 тақырып Есім ханның тұсындағы қазақ хандығының жағдайы. Шығай ханның ұлы Есім хан белсенді сыртқы саясат жүргізеді. 17 ғасырдың бірінші ширегінде Сырдария үшін болған қазақ-өзбек қатынасы шиеленіседі. Сырдария аумағы үшін соғыс 20 жылға созылады. Есім хан Орта Азия билеушілерімен 200 жылға созылған соғыс жеңіспен аяқтайды. Есім ханның ордасы Түркістан қаласында орналасады. 17 ғасырдың басында ойрат тайпалары Қазақстан аумағына шабуылдар жасай бастайды. 1613 жылы Ташкент билеуші Тұрсын Есім ханға қарсы шығады. 1627 Есім хан ойраттар талқандап жатқан кезде Тұрсын Түркістанды шабады. Есім хан Тұрсынды өз қолымен жазалап, бұл оқиға атаған қарғамна деп аталады. Осы кезде Шыңғыс ұрпақтарының құқықтары шектеліп, ру көсемдерінің құқықтары кеңейтіледі. Сол кезде қабылданған заңдар жинағы Есім ханның ескі жолы деп аталады. Ең басты заң шығарушы орган құрылтай болады. Ол жылына бір рет Түркістанды шақырылады. Ұлыстық жүйенің орнына осы кезде жүздік жүйе қалыптасады. Және сұлтандар 18 ғасырдың басында әр жүзді ықпалды басшыларға айналады. Есім хан 1628 жылы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің жанына жерленеді. Халық жадында Есім ханды еңсегей бойлы ер есімін деп атайды. Және оның есімін 19 ғасырға дейін халық құрметтеп атаған.